Құрметті көрермендер, біздің тақырыбымыз Бауыржан Момышұлы шығармаларының тәрбиелік мәні. Зерттеу жұмысының өзектілігі Бауыржан Момышұлының тарихи тұлғасы мен шығармалары негізінде өскелең ұрпақтың бойына рухани адамгершілік қасиеттер мен құндылықтарды сіңіру, туған жерінің тарихын, салт-дәстүрін, шежіресін, мәдениетін құрметтейтін, жүрегі елім деп соғатын патриот, ұлттық нақышта тәрбиеленетін жастарды тәрбиелеу. Жұмыстың мақсаты Бауыржан Момышұлының тарихи тұлғасы мен шығармалары негізінде бауыржантану бала тәрбиесінің концепциясын әзірлеудің теориялық тұрғыда негіздеу және оның мазмұны мен әдістемесін жасау. Міндеттері: мектеп оқушыларының жас ерекшеліктерін ескере отырып, тәрбие концепциясының теориялық негіздерін айқындау, Бауыржан Момышұлының тарихи тұлғасы мен шығармаларындағы тәрбие көзқарастары және мектеп оқушыларының рухани адамгершілік тәрбие қағидаларын арттырудың мүмкіндіктерін айқындау және моделін жасау және практикаға ендіру. Көрсетілген міндеттерді жүзеге асыру әдістері: сауалнама, тарихи деректерді талдау, салыстырмалы анализ жүргізу, бауыржантану курс бағдарламасын теориялық әдістемелік негізін құрастыру, зерттеу объектісі оқушылардың рухани адамгершілік тәрбиесі. Зерттеудің пәні Бауыржан Момышұлының дара да дана тұлғасы мен шығармалары негізінде бала тәрбиесінің концепциясын әзірлеу. Зерттеу орны Шымкент қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі. Біз зерттеу кезеңдерін төрт бөлікке бөлдік: дайындық, тәжірибелік, аналитикалық шолу және зерттеу әдістемесі. Зерттеу жұмысының жаңашылдығы: мектеп оқушыларының жас ерекшеліктерін ескере отырып, тәрбие концепциясының теориялық негіздері айқындалады. Бауыржан Момышұлының тарихи тұлғасы мен шығармаларындағы тәрбие көзқарастары және мектеп оқушыларының рухани адамгершілік тәрбие дағдыларын арттырудың мүмкіндіктері айқындалады. Біз Шымкент қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлігінде мектебінде 13-14 жас аралығындағы 7-ші сынып оқушыларынан сауалнама алдық. Сауалнамаға 62 оқушы қатысты. Сауалнаманың мақсаты Бауыржан Момышұлының тұлғасы мен қызметі және шығармалары жайында оқушылардың білімін анықтау. Зерттеу бөлімі: аналитикалық шолу. Бауыржан Момышұлының өскен ортасы мен өмір жолы. Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсан Жамбыл облысы Жуалы ауданында Мыңбұлақ ауылында дүниеге келген. Оның балалық шағы туралы «Ұшқан ұя» кітабында толықтай жазылған. Сол жерде айтылуы бойынша, оның әкесі ауыл арасында етікші мен ағаш ұстасы болып жұмыс жасаған және анасы Разия ерте кеткен. Сондықтан оны тәрбиесімен толықтай әжесі айналысқан. Александр Бек пен Бауыржан Момышұлы кездескенде Бауыржан Момышұлы оған былай деген екен: ерте ме, кеш пе, әйтеуір мен туралы бірдеңе жазғандай болсаңыз, менің атымды бұрмаламаңыз. Қазақша Бауыржан Момышұлы деп жазыңыз. Менің қой бағып өскен екенімді және фамилиям жоқ екенімді барлығы білсін деген екен. Сол уақытта атын қазақшаландырғандардың бірі Бауыржан Момышұлы болған. Мен таза мәңгүрттенген адаммын. Санамды 180 градусқа өзгерткен Баукен ғой. Дін, салт-дәстүр, тарихи сана туралы Баукеңмен кездескеннен кейін ойлана бастадым, дейді Бауыржантану ғылыми зерттеу орталығының негізін салушы, профессор, абайтанушы, ғалым Мекемтас Мырзахметұлы. Бұл кісімен біздің мұғаліміміз Бақыт Әбіләшімовна 2021 жылдың жаз айында кездескен және оның айтуынша қазіргі таңда Бауыржан Момышұлының 30 том кітабы шығарылған, 20 том кітабы шығарылуда. Қазіргі таңда Бауыржан Момышұлының өте көп кітаптары және шығармалары бар. Мысалы, олардың бірі қазынмен жазылған кітап «Біздің генерал», «Ақиқат пен аңыз», «Ұшқан ұя», «Алыстан сәлем жолдаймын» және де «Москва үшін шайқас», «Қолбасшының күнделігі» деген секілді. Курстың мақсаты Бауыржан Момышұлының шығармаларын насихаттау және біздің курсымыз 14 сабақтан тұрады. Олардың ішінен айтып кететініміз: Бауыржан оқулары байқауы, Бауыржан Момышұлы «Ұшқан ұя» шығармасындағы ұлттық тәрбие өрнектері, соғыс туралы жазылған шығармаларына шолу, Москва үшін шайқас, Бауыржан Момышұлы туралы жазылған шығармаларға шолу, мысалы Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» және Зейнеп Ахметованың «Шуақты күндер» шығармасы. Бауыржан ұлы тұлға атты ғылыми тәжірибелік конференция. Қорытынды: тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін еліміздің рухани болмысына өте көп үлкен мән берілді. Мемлекет тарапынан тарихты жаңғырту мақсатында рухани ел, ұлы даланың 7 қыры және рухани жаңғыру деген сияқты көптеген бағдарламалар жүзеге асырылуда. Ел болам десең бесіңді түзе демекші елбасымыз: біздің рухани діліміз Яссауи, ал гуманитарлық адамгершілік ілгеміз Абай. Ал халықты, елді сүюге, жерді қорғауға, отанды сүюге баулитын бірден
бірден бір патриоттық тірегіміз Бауыржан Момышұлы. Осы үш ошақтың аяғын мықты ұстасақ, біз ешқайда айнымаймыз. Сондықтан Бауыржан Момышұлын тарихи тұлға ретінде ғылыми тұрғыдан зерттеу кезек күттірмейтін өзекті тақырып. Бауыржантану пәні орта, арнаулы және жоғарғы оқу орындарына енгізіп, жас буынға насихаттау ұлттық рухты көтерудің бірден бір жолы деп есептейміз. Назарларыңызға рахмет.